Сәлем достар. Алдарыңызда 2018 жылы шыққан канадалық қылмыстық драманың сюжетіне қысқаша шолу. Лиза Маквей фастфуд кафесінде жұмыс істейтін жас қыз. Жасына қарамастан ол өз міндеттерін жақсы атқарады және кез келген клиентпен тіл табыса алады. Кешке Лиза үйіне қайтқысы келмейді, өйткені ол бірнеше жылдан бері әжесі және оның еркегімен бірге бір үйде тұрады. Көп уақыттан бері Марис өз жағдайын пайдаланып, түнде қызға күш қолданып зорлау үшін оның бөлмесіне кіріп жүреді. Жолда Лиза жақын маңда тұрған көлікті байқайды, бірақ оған мән бермейді. Таңертең ол сіңілісіне хат жазуды ойлайды, себебі үйдегі қорлықтан шаршаған. Даян мен Марис қызды ашық түрде пайдаланып, кафеде тапқан барлық ақшасын тартып алады. Ол қалыпты өмірді армандайды, бірақ бұл мүмкін емес, өйткені анасы қыздың үйге қайтуына қарсы және оған мүлдем немқұрайлы қарайды. Келесі түнгі ауысым алдында Марис Лизаға бүгін жалақы күні екенін ескертіп, үйде оны не күтіп тұрғанын есіне салады. Қызға деген әдепсіз қызығушылығын көрсетіп, ер адам оны құшақтайды. Бұл Лизада жиіркеніш тудырады. Жұмыстан кейін Лиза бастығымен қоштасып, ақшасын алып үйіне қайтады. Жақын маңнан өткен көлік кенеттен бұрылып, оны қуа бастайды, бірақ көп ұзамай өтіп қасынан кетеді. Сәл кейінірек Лиза тұрақта тұрған бос көлікті байқайды да, фургонның артында жасырынған жүргізушінің шабуылына ұшырайды. Бобби Джолон қызды көлігіне күштеп отырғызып, қарумен қорқытады. Лиза қарсылық көрсетпейді, өйткені бұл одан да жантүршігерлік салдарға әкелуі мүмкін және өзін пайдалануына мүмкіндік береді. Бобби қызға күш көрсетіп, оны босатпайды, себебі ол оған ұнайды. Бейшара Лизаны байлап, маньяк оны үйіне алып кетеді. Көзіндегі таңғыш сәл сырғып кеткендіктен, Лиза көліктің ішін қарап, торпедодағы Магнум деген сөзді байқайды. Маньяктың апанына көтерілгенде, ол жасыл кілемді және баспалдақтар санын есептейді. Сондай-ақ ол ұрлаушының терісі ақ және солақай екенін байқайды. Өмірін сақтап қалу үшін Лиза өз еркімен шешінеді. Содан кейін Бобби оны ваннаға жібереді. Одан соң қайтадан күш қолданады. Қызды тағы да байлап, ер адам оны төсекте ұстап, қарумен қорқытып, салдарлары туралы ескертеді. Ауыр жағдайда Лиза өзіне жақын адамдарын еске алады. Олардың ішінде нағашысы, әпкесі және сіңілі бар. Тек солар ғана оны шын сүйеді және егер қыз өлсе, солар ғана сағынады. Өзінің шын жасын айтудан қорқып, Лиза есімін Керол деп жуырда ғана 20 жасқа толғанын айтады. Таңертең әжесі полицияға қоңырау шалып, немересінің жоғалғанын хабарлайды. Анасы Бетти қыздың жоғалуына немқұрайлы қарайды және дүрбелең салудың қажеті жоқ деп санайды. Сіңілі Лизаның ешқашан ескертпей қашып кетпейтінін айтып, офицерден оны табуды өтінеді. Осы уақытта Лиза алғаш рет Даянның үйінде болған күнді еске алады. Әжесі оған алдын ала Маристің оған күш көрсетіп тиісетінін айтып, әжесі бұған салқын қандылықпен қараған. Қазіргі уақытта Бобби қызды тағы да зорламақшы. Лиза маньяктың психологиялық жарақаттан зардап шегіп жүргенін түсінеді және оған әсер ету үшін басқа әйелдердің атынан кешірім сұрайды. Бұл ер адамның жәбірленушіге деген сенімін арттырады және ол қыздың қолын шешеді. Детектив Лопес жоғалып кеткен қызды іздеуді бастайды және оның жұмыс істеген кафесінің иесімен сөйлеседі. Сол уақытта Бобби тұтқын қызға сэндвич дайындап, жаңалықтардан кәмелетке толмаған қыздың жоғалғаны туралы репортажды көреді. Лиза шындықты айтуға қорқып, бұл басқа адам екенін айтады. Қыздың сөзіне сенген Бобби оны қайтадан зорлайды. Осыдан кейін Лиза дәретханаға сұранып, ваннада саусақ іздерін қалдыру үшін жиһаз бен сантехникаға қол тигізеді. Ол айналасына қарап, болашақта полицияға бәрін айтып беру үшін әр ұсақ түйекті есте сақтауға тырысады. Лиза маньякқа психологиялық әсер етуді жалғастырып, оның әйелдермен сәтсіз тәжірибесінен кейін оны қолдайды. Үйде телефон барын байқаған Лиза полицияға қоңырау шалмақ болады. Бірақ Бобби мұны байқап, оған пистолетпен қорқытады. Қыз өзіне аяушылық тудыруға тырысып, үйінде күтімді қажет ететін ауыр науқас әкесі барын айтады. Сол сәтте ол анасы екеуінің әңгімесін еске алады. Онда әжесі мен оның жігіті тарапынан қорлық көргенін айтқан еді. Анасы Бетти бұл жағдайға салқынқанды қарап қана қоймай, қызының мұндай қарым-қатынасқа лайық екенін айтқан. Маньяктың тұтқынында жүріп қыз айғақтар қалдыруды жалғастырады. Олардың ішінде шашталы мен шаштағы қыстырғыш бар. Бобби оны қайта зорламақ болғанда Лиза оның жанашырлығын тудырады. Осы уақытта ол бірде сіңілі Лоридің өзін көруге келгенін есіне алады. Марис қыздың сіңілін пайдаланғысы келген,
Ал Лиза мұны түсініп, оның өмірін қиюға дайын еді. Алып қашқан сәттен кейін 26 сағат өткен соң, Бобби тұтқыннан құтылуды ойлап, қызды орманға апарады. Маньяк қыздың өмірін қимақ болды. Бірақ Лиза оны аман қалдыруын жалбарынып сұраған соң, шүрпені басуға дәті жетпеді. Ер адам оған көздегі таңғышты шешпеуді және 5 минут күтуін бұйырады. Оқиға орнынан аздап алыстаған соң, ол қашып бара жатқан Лизаны байқап, оны ұстағысы келді. Бірақ қыз тұрақта тұрған көліктердің бірінің артына жасырынады. Үйге оралған соң Лиза болған оқиғаны әжесіне айтып береді. Бірақ Даян мен Марис оның сөзіне сенбейді. Ер адам Лизаны сабамақ болды. Бірақ кемпір полициямен сөйлесу керегін айтып, мұны жасауға жол бермейді. Даян детективке болған оқиғаны хабарлайды. Бірақ немересінің әңгімесін оның қиялы деп санайды. Лопес кәмелетке толмаған қызбен жеке сөйлескісі келіп, оны бөлімшеге алып кетеді. Немересін детективпен жібермес бұрын Даян Лизаға егер Марис оған күш көрсеткенін айтса, салдары болатынын ескертеді. Бөлімшеде қыз полицейге маньяк туралы айтады, бірақ оның денесінде көгерген іздері жоқ. Лиза тірі қалу үшін ұрлаушыға бағынғанын түсіндіреді, бірақ детектив оның шыншылдығына күмәндана бастайды. Біраздан соң әйел офицерлер қызбен сөйлесіп, оның шындықты айтып жатқанын тексереді. Лиза көліктің ішкі бөлігін, баспалдақтар санын және пәтердің интерьерін егжей-тегжейлі сипаттайды. Детективтер мұны күйзеліс жағдайында есте сақтау мүмкін емес деп санайды. Бірақ қыз қылмыскерді қандай жолмен болсын жазалауды қалағанын айтып, оларды керісінше сендіреді. Осы уақытта полиция бөлімшесіндегі детективтер 9 қыздың өмірін қиған маньякты іздеу бойынша ірі істі жүргізуде. Оның қылмыстарының нақты қолтаңбасы жоқ. Себебі барлық құрбандарды біріктіретін жалғыз нәрсе олардың денелерінен табылған қызыл талшықтар. Біраз уақыттан кейін Лизаға сексуалды қылмыстарға маманданған сержант Ларри Пинкертон келеді. Қыздың әңгімесін тыңдаған ол қызыл салонды қара көлік, торпедадағы магнум сөзі, баспалдақтар саны мен жасыл кілем, сондай-ақ маньяктың пәтеріндегі айғақтар туралы біледі. Мұның бәрін ойдан құрастыру мүмкін еместігін түсінген сержант оған сенеді. Лори болған жайтты естіп, анасынан Лизаны үйге қайтаруды сұрайды. Бірақ Бетси үлкен қызына әлі де немқұрайлы қарайды. Біраздан соң қыз маньяктың суретін салады, және Маристің бірнеше жыл бойы оған күш көрсетіп зорлағанын айтады. Қатаң әрекет еткен сержант Лизаның әжесінің жігітін тұтқындайды және қыздың заттарын жинауына көмектеседі. Лиза түнде ұйықтаудан қорқады, бірақ ұрлаушы туралы көбірек мәліметтер айтады. Бір сәтте Ларри Лизаны қорлаған адам мен сериялық маньяктың бір адам екенін түсінеді. Қыздың заттарын сараптау бұл болжамды растайды. Лиза қауіпті жағдайда екенін түсінген сержант оны жасөспірімдерді қорғау мекемесіне көшіреді және өзінің қызымен таныстырады. Екі қыз да қатарлас болғандықтан Ларри Лизаға шын жүректен көмектескісі келеді, себебі оның қызы да осындай жағдайда қалуы мүмкін еді. 2 күннен кейін сараптама Лизаның сериялық маньяктың құрбаны болғанын түпкілікті растайды, бірақ ол аман қалғаны қуантады. Тергеуге көмектескісі келген қыз маньяк Боббидің оны тастап кеткен жеріне баруға келіседі. Естелігі арқылы қозғалыс бағытын қайта жаңғыртып, Лиза маньяктың жүріс-тұрысы туралы хабарлайды. Көп ұзамай детективтердің бірі ұқсас көлікті байқап, жүргізушіні алдап суретке түсіреді. Түнде Лиза маньяктың өзін тұншықтырмақ болғаны жайлы қорқынышты түс көріп оянады. Полицей түсірген суретті көріп, оның Бобби екенін растайды. Полицейлер маньякты ұстау операциясын жүргізіп тұтқындайды. Оның көлігінен Лиза қалдырған қан дағы табылады. Бұл олардың дұрыс әрекет еткенін дәлелдейді. Қылмыскердің үйінен полиция шаш, қыстырғыш, саусақ іздері және басқа да айғақтарды табады. Олар оның кінәсін дәлелдейді. Келесі күні таңертең детективтер қызға маньякты сәтті тұтқындау туралы хабарлап, қауіпті маньякты ұстауға көмектескен үшін оған алғыс айтып, қол шапалақтайды. Біраз уақыттан соң Лиза Ларриге қоңырау шалып, оған сеніп полицияны тергеуді бастауға ықпал еткен үшін алғыс білдіреді. Қоштасу хатын жыртып тастаған Лиза сержантты құшақтап, жылы қоштасады. Кэрол мен Джим жиенін алып кетуге келеді. Бірнеше айдан соң Лиза анасына хат жазып, ақырында бақытты болып, сүйікті отбасын тапқанын хабарлайды. Тағы бірнеше жыл бойы нағашысының қолында болған қыз полицияға қызметке тұрып, жыныстық негіздегі қылмыстарды тергеумен айналысатын шерифтің орынбасары болады. Қазір ол бақытты ана және әже, ал сержант оның ең жақын досы болып қала берді. Бобби тек 2019 жылы қылмыс жасағаннан кейін 35 жылдан соң инъекция арқылы өлім жазасына кесіледі. Осылайша фильм аяқталады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін хабарландыруды қосыңыздар.
лайк басып, фильм жайлы пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.